Жайғасыңыз, микрофон бар сізде. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қош көрдік, сәлеметсіз бе? Өте құлпырып тұрсыз, әдеттегідей. Рахмет. Жайнап тұрсыз. Енді құрметті көрермен, бізде жаңа қатысушы әдеттегідей танысамыз. Өзіңіз жайлы білетін жан бар, білмейтіні бар. Бастаңыз. Менің есімім Айсұлу. Жасым 19-да. Сәтпаев қаласынан боламын. Осы бағдарламаға өзімнің болашақ ер азаматымды тауып, үйленіп кетсем бе деймін. Және де, жалпы енді өзіңіз жайлы болғанда, сіз қай жақтың тумасысыз негізі? Ұлытау облысы Сәтпаев қаласынан. Сәтпаевтан келдіңіз, иә. Отбасыда? Отбасымызда біз 5 ағайындымыз. Мен үлкені болам. Және де артымда 2 інім мен 2 сестренкам бар. Оқырмандар, біздің жобаны көріп жатқан боларсыздар. Біздің жаңа қатысушымыз Айсұлу есімді ару. Қалайсыз, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсымыз. Барша қазақ еліне сәлем айтамын. Есімім Айсұлу. Жасыңыз? 19 жасасыз. Қай жақтың тумасысыз? Мен Сәтпаев қаласының тумасымын. Талаптарыңыз қандай? Талаптарым өзіме қыз баласын сыйлау білетін, бой ұзын, қалталы, ер азамат күтетін боламын. Және де өз сөзінде тұра білетін, жасы 20 мен 30 жас аралығында. Ұлты маңызды емес. Маңызды емес. Маңызды емес. Иә, міндетті түрде ертеңнен бастап Айсұлу деген біздің сұлуымызға үміткер болып келіңіздер, сіздер Айсұлу күтеді. Жасминнің көңіл-күйі қалай екен? Күшті, супер. Бәрі дұрыс па сізде? Ешкіммен ұрсып қалып жатқан жоқсыз ба сыртта? Кішкене десең. Кішкене ондай бар, иә. Көңіл-күйіңіз бірақ жақсы, иә? Өз үміткеріңізді күтіп отырсыз. Қандай жігіттер келмей ақ қойсын? 30 секунд қалды, 30 секунд. Әйелге ұқсайтын жігіттер келмей ақ қойсын. Ондай жігіттер күтпейсіз. Айтса беретін, Иә, айтса бермейді. Не үшін жылайын деп отырсыз, Айгүл ханым? Көзіңіз қызарып. Ой, көзім бағандан бері қызарып жүрген. Көңіл-күйіңіз бірақ негізі күшті. Әрине. 100 000 теңгеңіз бар себебі. Не істедіңіз 100 000 теңгеге? Ішіңіз сен жоқ. Ішіңіз істедіңіз? Бәрі сайтын сетен стримға кіріп қалсам бәрі сұрайды. Не істедім? Пока ішіңіз сен жоқ, көреміз. Не алам деп жоспарлап отырсыз 100 000-ға?